Ассалаумағалейкум ағайындар, көп тұрсырма теңгі көке дейді, Хава кезет, Ақшамат, онда сана Еуразия банк, Нұр банк дейді. Осының барлығына адамға қазір көбісі қарыз болып жүр. Бекерден бекер осы жерден ақша алып, үстіне пайыздарын төлеп, шаршап, ағайын туған туысқандардың алдында абырой төгіліп, хабарласып, мазасын алып шаршап жүр. Сондайларға осыған жоламауға болады ағайындар. Кішкентай ғана қаражат, кредитсіз негізі өмір сүруге болады. Айтсам ешқайсысы бір күліп қарса күледі. Кредитсіз өмір сүріп, уайымсыз жүрген адамдар көп. Мысалы үшін кредитті алып ал осы кезде. Кредиттің қарызына кіріп кетіп, зынданнан шыға алмай, бірде-бір кредит ала алмай өмір сүріп жүрген адамдар бар. Ешқайсысы өліп жатқан жоқ. Ешқайсысы қиналып жатқан жоқ, ондай өмір жетпейтіндей. Бәрі нормально. Ағайындар. Сосын үш рет айта кететін теңгі көке кезет, Хава кезет деген сияқты микрокредиттер бойынша продвижение жасамаңыздар. Ол ақшаның бәрі далаға кетеді. Осы жерде айтатыным енді осы видеоны таныстыра бәрін табыңыздар. Ондай нәрселерге ұрынбаңыздар. Одан да осы кішкентай ақшамен шешетін мәселені басқа жолмен шешуді қарастырыңыздар. Ақшаны табудың көптеген жолдары бар. Сол жолдарды іздеп табуды, табыс арттыруға болады. Қайырлы, бастысы қайырлы, адал жолмен ақша табыңыздар ағайындар. Сөйтіп мәселені шешуге болады. Жоламаңдар ағайындар, өтінемін сіздерді. Артында проблема болады осылай. Қанша адам қиналып жүр.